Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен менің студент кезімнен бері дайындайтын хит пирогымның рецептіне бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды салып, үстінен шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксер қажет емес. Одан кейін ерітілген ыстық сары майымызды да құямыз, яғни шекеріміз еру керек. Одан кейін жылы сүтімізді құйып, қопсытқышқа ұнды қосып, одан кейін 2-ге бөліп, ұнымызды аз-аздан салып араластырамыз. Яғни түйіршік қалмау керек. Бізде осындай әдемі масса болып шығады. Сұйық болып қалды деп артық ұн қоспаңыздар. Осылай қамырымыз сұйық болса, пирогымыз өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Мен осындай арнайы үлкен табада көрсеттім, потому что сіздер балаларыңызға немесе қонақ келген кезде бірден араластырып, құйып жасап бергенге оңай болсын, қалай шыққанын көрсетейін деп. Мен негізі бұндай үлкен табада жасамаймын. Кіші табада жасасаңыздар, пирогтарыңыз үлкен, биік болып шығады. Мен одан да дәмді болсын деп малинаның вареньесін салдым. Сіздер кез келген вареньені қолдана берсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп аламыз. Қараңыздар, осылай үлкен әрі әдемі пирог шықты. Қалауларыңыз бойынша сахарный пудра сепсеңіздер, әдемі көрінеді. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушан басып қойды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Егер сіздерде басқа форма болатын болса, сол формаға құйып жасай берсеңіздер де болады. Ол кезде пирогтарыңыз биік, әдемі болып шығады. Бұл енді қонақ келген кезде бірден араластырып пісіре салғанға өте оңай болсын деп сіздерге көрсеттім. Қараңыздар, қалай жұмсақ болып шыққанын. Сіздер бұл рецептпен кекстер жасай берсеңіздер болады. Арнайы формаларға салып, яғни құйып, 20 штук кекс шығады осы рецепт бойынша. Менің рецептім бойынша осы пирогты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Пирог 5 минутта жоқ болады, тіпті ауыздарыңызда еритін болады. Шаймен ішкенге өте дәмді болып шығады. Дәл осы пирогтан 2-ін жасап, ортасына сгущенка немесе қаймақ жағып, торт қылып жасай берсеңіздер де болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.